Сәлем достар, бұл жолы мен Pindodo сайтынан 5 штук сумка бердім. Бұның бәрі заказ. Ең соңғысын ашып жатырмын, соны сіздермен бөлісіп көрсетейін дедім. Негізі бұл заказ өте кешігіп келді. 5 сентябрь складқа түскен, және біріне мен өзім қолыма алдым. Бұл товар өте кешігіп келді. Және де бірақ маған өте ұнады өзіме. Ал бағасына келетін болсақ, 2564 теңгеге шықты. Және плюс доставкасы бар. Доставкасы 1500 теңге болды. Және бұл ең соңғы сумка менің брак болып шықты. Сондай өте көңілім түсіп кетті. Видео түсіріп болғаннан кейін олай ашып қарасам, кір, оның үстіне дақтар бар, мынандай. Менің қателігім, мен сатушыдан алар кезде суретін сұрамадым. Мен сияқты қателік жасамаңыздар. Және де сатушы маған тек 3 юань ғана қайтарамыз деді. Себебі сіздің заказыңыз уже өтіп кеткен уақытты, сіз кеш жазып жатсыз деді маған. Сонымен амал жоқ. Өйткені менің заказым өзіме кеш келді, ал оларға уже 5-не бұл заказ алып қойды деген хабар келген. Әр заказ берер кезде өзінде мен отзывтарды өте жақсы қарап аламын. Отзывтар өте жақсы болған, бірақ сонда да осында жағдай болып тұр. Негізі алар кезде обязательно фотосын сұрап алыңыздар. Мен сияқты осындай бракқа алып қалмаңыздар деген оймен видео түсірдім.